Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Каналға қош келдіңіз. Әңгіме ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдыра кетіңіз. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы сүйгенімді тастап сор болдым. Жаз айында бір отбасының тұңғыш қызы болып дүниеге келдім. Кішкентайымнан алғыр әрі ақылды болып өстім. Мектепте үздік оқушы едім. Өзім де келісті ұзын бойлы сүйкімді қыз болдым. Көп жігіттің назары менде болатын. Оған мән бермей жүрген менің ойымда тек оқу болды. Әкем ауылдың беделді кісісі. Маған үнемі, қызым оқыған адам жерде қалмайды. Өз-өзіңді оқысаң ғана көтересің. Жақсы өмір сүремін десең, оқы дейтін. Әкем мені оқу бітірген соң беделді бір оқу орнына түсірді. Мен бәрінен ең жоғарғы болдым. Тестілеу, сынақ, тағы басқа іс-шаралардың ең алды болдым. Сол уақыттары бір жігітпен дос болып, кейін сезіміміз махаббатқа ұласты. Оның маған деген көзқарасы өте ерекше болатын. Екеуміз қаншама уақыт бірге жүрдік. Сабақтан босай сала екеуміз бірге көңіл көтеретінбіз. Бірдей киімдер алып, кешкі асқа одан қоса бірге жиындарда баратынбыз. Екеуміздің достарымыз бір, екі жақты толық танимыз десем де болады. Ең бастысы, ол менен ештеңе аямайтын. Не қаласам соны әперетін, мені сыйлап, бар айтқанымды жасайтын. Болашағымызды жоспарлап жүретін едік. Ол маған, менің келіншегім боласың, көп балаларымыз болады, ең бақытты жанұя боламыз дейтін. Әкем маған үлкен сенім артты. Әкемнің өтінішін жерге тастамай, мұғалім болдым. Оқуды бітірген соң, әкем керекті қаражатты құйып, мені колледжге жұмысқа орналастырды. Жаңа жұмысым өзіме өте қолайлы болды. Колледж студенттеріне сабақ беріп, үйренісіп те кеттім. Декан ағай, менен жоғарыдағы ұстаздар, менің жас болсам да білекті маман екенімді көріп, таң қалысты. Оған мен де ризамын. Әкешіме де осы жаңалықтарды айтқанымда қатты қуанды. Себебі менің жетістігім әкемнің жетістігі. Жұмысқа тұрғаныма да бір айдың жүзі болды. Алғашқы жалақымды алдым. Ауылға қарай баруға асықтым. Әкешіме барып қуанту үшін. Бір тиынымды да жаратпастан барлығын әкеме бергім келді. Үйге барар жолда жігітім хабарласып, қалайсың, жолығайықшы, айтар маңызды әңгімем бар. Шүкір жақсы, өзің қалайсың? Айта берсеңші, мен ауылға бара жатырмын. 2 күн сонда боламын, жолыға алмаймыз. Маңызды әңгімем бар еді, 1-2 сағатқа қала тұрмайсың ба? Ренжімеші, үйдегілерге бара жатырмын деп айтып қойдым. Жарайды, деді де тұтқаны қоя салды. Мен аса мән бермедім. Себебі жігітім Нұрболат көп нәрсеге ренжи бермейтін. Мені жақсы түсінетін еді. Үйге де келдім. Ата-анамды, бауырларымды көріп қатты қуандым. Мәре-сәре болып, ойнап күлдік. Анамның ыстық құшағын, әкемнің мейірімін қатты сағынып қалыппын. Қаланың күйбең тіршілігінен ауылдың таза ауасы, салқын лебі күшті ғой шіркін. Ауылым мен ата-анамды сағынысып келген уақытта үйде белгісіз қонақтар келді. Оларды бұрын көрген сияқтымын, жүздері таныс. Иә, олар осы ауылымыздың адамдары. Бірақ әдемілеп киініп, жасанып, таранып алған. Әкем, келіңіздер, қалайсыздар, тойға бара жатқандай жасанып алыпсыздар ғой, кел отырыңыздар. Қонақтар сәлемдесіп, отырып нан ауыз тиді. Көкейлерінде бір нәрсе жасырынып тұрғандай. Сөйлесейін деп, бір-біріне қарап ыңғайсызданып отыр. Әкем тағы да, Ореке, ол кісінің аты Орынбай болатын. Неге бір түрлі болып отырсыздар? Күнде көріп жүрген адамбыз. Бұлай абдырап не көрінді? Қонақтардың алды болып келген Орынбай ата сөзді бастады. Сіздерге келіп отырған себебімізді айтайын.
нақты өзіміз дұрыс жеткізе алмай отырмыз. Нақтырақ айтқандай, біз сіздің тұңғыш қыздарыңызды айттыра келдік. Қызды кім сұрамайды дейді ғой. Алдын ала кешірім сұраймын. Бірақ қонақтың алды болып өзім келдім. Бұл келген себебімізді дұрысынан түсінгейсіз. Әкем абдырап қалды. Не айтарын да білмеді. Мен де аң-таңмын. Көрші бөлмеден сығалап тұрған сіңілім маған қарап, көзбен бірдеңе ымдап сұрағандай болды. Мен болсам, қолдарыммен изеп, мен ештеңе білмейтінімді дәлелдеудемін. Шыны керек, ештеңе түсінбей тұрмын. Ореке, менің білуімше, балалардың әлі оқу бар. Қазір үйлендіру ойымда барын білмеппін. Үй жайлы реттеп алайын деп жатқан едің ғой. Иә, бірақ мен тек айттырып келіп тұрмын. Дей бергенде, сырттан ата-анасымен бір еңгезердей жігіт ілесіп келді. Сәлеметсіздер ме, деді әкесі кіре сала. Егер келіссеңіз, болашақ құда-құдағиыңыз осы, деді әкемнің Ореке деген танысы. Дастарханға жайғасып, дәмнен ауыз тиді. Әкем ет астырып, оларға ыстық тағам берді. Дем арасында сөйлесіп әңгімелесіп кетті. Әкемнің оларды жақын тартып жатқанын түсінбей әлекпін. Әлгі жігіт мені тек бір көргеннен ұнатқанын, сырттай ғашық болғанын айтып жатыр. Ал мен Нұрболатқа қайта-қайта хабарласып, сөйлесе алмай әлекпін. Жастар сөйлесіп көрсін, деді әкем мені шақырып. Әкеме қарап, шынымен бе дегендей түр таныттым. Екеумізді менің бөлмеме кіргізіп жіберді. Келді де жерге отырды. Ол да мен де үн-түнсізбіз. Кенет әңгіме бастап, қайда жұмыс жасап жатырсың? Қалада, колледжде мұғаліммін. Қай жылғысыз? Күліп. 91 жылғымын. Жасымды да айтайын ба? Жоқ. Жылыңды білсем болғаны. Демек, менен 2 жасқа кіші екенсің. Мен 89-бын. Жақсы екен. Әңгімеміз әрі қарай жалғасты. Кенет жігітімнен хабарлама келді. Мен шұғыл Астанаға кетуім керек. Біраз уақытта өзім хабарласам. Бірақ телефонына қайта қоңырау шалғанымда өшірулі болды. Не болғанын түсінбедім. Жанымда айттыра келіп отырған жігітке қарамай орнымнан тұрып кетіп, сыртқа шықтым. Сыртта отырып қанша мәрте хабарластым, бірақ тұтқасын көтермеді. Неше түрлі ой келді. Соңында ойландым. Мүмкін ол мен кездесуге бармағаным үшін мені тастап кете барды. Расында солай болу мүмкін бе? Иә, мүмкін ғой. Үйге келдім. Әкем менің нақты шешімімді сұрады. Ойланбастан мен келісемін дедім. Болашақ құдалар мәз-мейрам болып, біраз шүйіркелескен соң үйіне тарасты. Менің ойымда тек Нұрболат. Бірақ оны ойлаудың енді қажеті жоқ. Мені керек етпеді. Демек, мен де оны керек қылмаймын. Мүмкін тағдырдың жазуы осы болар. Мен бір жерден ағаттық жібердім бе? Жоқ, барлығы дұрыс. Ең бастысы, мен болашағымды ойлауым керек. Алла қаласа тұрмысқа шығамын. Өткенді өткеннің еншісіне қалдырған дұрыс сияқты. Осындай ойлардан соң үйдегі анша-мұнша тірліктерге анама көмектесіп, кешкісін кешкі асымызды ішіп ұйқыға жаттық. Күні ертесіне жаңа құдалар ата-анамды тәтті шайға шақырды. Мені де ерте келсін деген екен, бірақ менің барғым келмеді. Қалаға кетуге дайындалдым, жұмысыма бара берейін дедім. Арада біраз күндер өтті. Күнделікті жұмысқа барып келіп жүрдім. Ата-анам мен болашақ ата-енем той күнін белгілеген екен. Жаз айына жасамақшы. Менің демалысыма орай. Болашақ қайын жұртым осы қалада тұрады. Жұмысқа барып келіп жүре береді екенмін. Онысына әкем екеуміз қуанғандай болдық. Жасауымды алып, ұзату мен той көйлектерін алып, қызу дайындыққа кірістік. Уақыт деген шіркін тіпті жылдам.
Осы уақыт аралығында Нұрболат маған мүлдем хабарласпады. Қанша ойламайын десем де қимастық сезім бар. Телефонды алсам болды, номерін саусақтарым теріп кете береді. Арада көп уақыт өтпей ұзату мен той да өтті. Барлығы мәз-мейрам. Енді мен тұрмыстағы әйелмін. Күйеуімнің есімі Самат. Бірақ ұзатылып үйге келген соң ол мүлдем өзгеріп кетті. Өзі бір түрлі қуыстанып, қорқақтап жүреді. Айналасына жалтақтап қарайды. Ұзату тойда жап-жақсы отырған, бірақ бұл ісі тым түсініксіз. Той өткен соң неке түні болатын болды. Кешкісін киімімді ауыстырып жатқанымда есікті біреу тақылдатты. Күте тұрыңыз, киініп алайын дегенім сол еді. Кіріп келді. Қарасам күйеуім. Келді де зорлық жасай бастады. Не өңім, не түсім екені белгісіз. Қатты жыладым. Не болғанын түсіне алмай кеттім. Зорлық көрсетті де артынша мені ұра бастады. Дененің бәрі көк ала қойдай болды. Сөйтті де өз-өзін басып сыртқа шығып кетті. Көп өтпей қайтадан келіп, өтінем, кешірші мені, шыдай алмай кеттім. Кешір, жарығым сол. Сені қатты жақсы көргенім сонша, осылай қалай жасағанымды да ұқпай қалдым. Кешірші, өтінемін. Кет дедім саған, жолама маған. Қатты айқайлап жібердім. Дереу үстімді түзеп сыртқа шығайын деп жатқанымда үйдегілер келді. Және жандарында менің күйеуіме ұқсайтын біреу тұр. Тіптен екеуі айнымайды. Оған тесіле қарап қалдым. Бірақ жанында әйел тұр екен. Бір мезетте неше түрлі ой келді. Атам сөзді басып, қызым, саған бұлай жасағанымызды кешір, бізді түсін, сені алдадық. Бәрін түсініп тұрған шығарсың деді. Кешіріңіз, бірақ шын мәніне келгенде мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Не болғанын түсініп те, ұғып та тұрған жоқпын. Бірақ бір түсінгенім, мен енді бұл жерде қала алмаймын. Енем, тоқтай тұр қызым, саған асықпай түсіндірейін. Өтінем, біраз сабырға келші. Ойланатын да мұршам болмады. Жәймендеп отырдым да енемнің айтқандарын тыңдай бастадым. Осыдан 26 жыл бұрын бір қыздан соң дүниеге егіз ұл бала алып келдім. Қуанышымда шек болмады. Қатты бақытты болдым. Жүрегім алып ұшып, бақыттан басым айналып жүрді. Екеуі де ақылды, әрі алғыр болды. Тіл алғыш болды. Шақалақ кездерінен мазасыз болмады. Моп-момақан болып жата беруші еді. Түрлері өте сүйкімді болатын. Жандарына жақындаған адам еш кете алмайтын, сүйсініп отыратын. Өсе келе біреуі момын қалпында қалды, ал екіншісінде белгісіз мінездер пайда бола бастады. Екеуінде екі түрлі мінез енді қалыптасып жатқан шығар деп аса қатты мән бермедік. Ақыр соңында мектеп бітірер шақта бір балам көп адамдармен төбелесіп, жынданып, бір күні мені де соққыға жықты. Өзімен өзі айғайлап, ащы даусы жер жаратын. Оның не болғаны? Әбден емін іздеп дал болдық. Апармаған емшіміз қалмады. Тіптен аурухана жағалап кеттік. Ташкентке де барып келдік, бірақ түк шықпады. Оған қойылған нақты диагноз психикалық ауытқу, миында кемістік бар деді. Ал емшілердің біраз ішінде жын бар деп әсірлеп жіберді. Ақыр аяғында мені бір емшіні ойы дәл келгендей болды. Оған барғанымызда балаңыз егер үйленсе ғана ауруынан айығады деді. Біз оған құдайдай сендік. Керекті ем-домын жасап, ақыры қыз іздеуге кірістік. Бірақ сенімен сөйлесе, бірден жаман қылық жасайтынын біліп, оның сыңары арқылы сенімен сөйлестірдік. Сыңары Самат осыдан 6 жыл бұрын өз теңін тауып үйленді. Қазір 2 баласы бар. Сенімен сөйлестіргені келіншегіне оңай соқпады. Сен бізді түсінерсің деп үміттенемін. Сіздер мені де, отбасымды да алдадыңыздар.
Мұны әкем білсе не болатынын білесіздер ме? Деп аласұрып ашулана айқайладым. Өзімді амалсыз, қамқоршысыз, ешбір жақын адамсыз қалғандай күй кештім. Қолымнан бар келетіні тек жылау. Екі көзімнен тоқтамастан жас ағып жатыр. Жан дүнием алай-дүлей. Ішімде бір соғыс болып жатқандай. Ішім өрт болып өртеніп жатқандай. Не болғанын мүлдем түсінбеймін. Расымен, енді мен осы адаммен өмір сүремін бе? Жоқ, болмайды, мен тұра алмаймын. Ата-енем үйіңдегілерге бұл жайлы тіс жарма деп жалынып жалбарынып жатыр. Мен болсам тоқтамастан жылап отырмын. Ақыры бір шешімге келіп, мен бұл адаммен бір бөлмеде тұрмаймын. Күндіз келіндік міндетімді атқарамын, бірақ түнде есігімді құлыптап жатамын. Ол қайда жатса, сонда жатсын. Олар менің сөзіме қатты қуанып, мақұлдасты. Дәл осылай күндер жалғасты. Мұндағы күндер тура тозақтай болды. Құдай сақтасын, тозақты көріп келген жоқпын. Алайда мұндай қиындықты ешкімге тілемеймін. Тіпті дұшпаныма да. Түндерде тіпті тыныш ұйықтамайтынмын. Себебі Болат келіп есігімді қағып тұратын. Неше түрлі сөздер айтып, бірде тәубасына келіп, жаным күніп деп кешірім сұрайды. Ал кейде боқтық сөздер айтып, арғы атама дейін жеткізіп тастайтын. Ұйқымның тыныш болған күні жоқ. Оны алғашқы түннен бері жаныма жақындатқан емеспін. Түнгі ұйқым дұрыс болмаған соң, күндіз басым айналатынды шығарды. Қатты жүдеп кеттім. Әр жерім бір ауырып, жағдайымда болмай кетті. Ақыры болмаған соң, енем ауруханаға апарды. Сөйтсек ішімде әлгі жындының баласы бар екен. Оны естіген бетте қатты көңіл күйім түсті. Мұндай адамнан бала көтеремін деп, үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Оны босансам, ертең ол қандай болады екен? Ол балада жынды болмасына кім кепіл? Тұқымдарында болса ше, енді не болатыны бір Аллаға ғана аян. Мұндай жағдайларды басымнан өткеріп жүрсем де, Нұрболатқа хабарласып жүрдім. Оған әбден хабарласып, достарынан, туыстарынан ақыры жағдайын білдім. Маған хабарлама жазған уақытта, құрылыста жұмыс жасап жүрген ол телефонымен бірге 5-ші этаждан құлап кетіпті. Ес-түссіз комада 4 ай бойы жатқан екен. Одан соң емделіп, қазір үйде дәрігердің қарауында жатқан көрінеді. Ол менің бар жағдайымды біледі. Түндерде оған телефон шалып сөйлесетін болдым. Жынды күйеуімнің түнімен айтатын сөздерін ол да естіп жататын. Мұндай жағдайды басымнан өткеріп жатқаныма қатты қапалы болды. Ол толық айықпаған, сол себепті еш нәрсе жасай алмаймын. Кешір деп менен кешірім сұрады. Сол кезде мұндай жағдай болмағанда, мүмкін мына жынды мен емес, Нұрболатым мен бір шаңырақ астында жүрер едім. Өмірдің осындай сынақтары адамды жүдетіп жібереді. Нұрболат тіпті менің аяғымның ауыр екенін де біледі. Тағдырдың жазуы ғой деп, екеуміз де күрсініп қоямыз. 9 ай 10 күн дегенде дүниеге ұл бала алып келдім. Бауыр етім баламды көріп, жабырқаған көңілім оттай басылды. Ана деген ерекше сезім екен. Тұла бойым тұңғышым, жүрегімнің жарасын емдеп жазар ма екенсің. Балапаным менің. Ауруханадан шығып, әрі қарай бір түрлі өміріме аяқ баса бердім. Күндер зулап, айлар сырғып, жылдар өтіп жатты. Балам 2 жастан асты. Өмірдің қыстау кезеңдерінен өтіп жатқаныма әлі де сене алар емеспін. Баламның асыр салып ойнап күліп жүргеніне қуанып, барлық қайғыны көрмегендей сезініп жүрдім. Алайда әлгі Болатты көргенде жүрегім жаншып езіліп қоя береді. Ол мені көрсе жын көргендей маған қарай ұмтыла береді. Бағыма орай ата-енем жақсы жандар. Оған мені барынша жолаттырмай жүрді. Бір жаманы
сырттағы сөз. Ол сөздерден ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Жұмысыма барып келіп, бір күні кешкі ас дайындауға кірістім. Ата-енем бұл жолы үйде жоқ. Шұғыл бір жағдай болғандықтан туысымыздың үйіне кеткен. Самат пен абысын мен келе сала бөлек шығып кеткен. Үйде балам екеуміз ғана. Болат кірмесін деп есікті құлыптап ас бөлмеде шай ішіп отырмыз. Бір уақытта есік қатты соғылды. Өзінің жатын бөлмесінен де шығып ас бөлмесіне келіп есікті ұрып тұр. Балам айғайлап жылай бастады. Мен болсам не істерімді білмей қорқып тұрмын. Есікті сындырды да дереу маған қарай жүгіре жөнелді. Баламды үстелдің астына жасырып, өзім үстелді айнала Болаттан қашып жүрмін. Не дегенмен ер адам ұстап алып, шашымнан сүйреп жатын бөлмесіне апарды. Жасарын жасап алды да әбден соққыға жығып басымды ұрды. Сонан соң есімді білмеймін. Есімді жисам ауруханадамын. Балам мен ата-енем қасымда отыр. Жанымызда полиция. Не болғанын айтып бердім. Бірақ полиция адамдары псих деген қағазын көріп, оған еш шара қолдана алмайтынын айтты. Мен өзіңнен көріп психқа байға тиген дегендей кейіп көрдім олардың түрінен. Сол уақытта өмірден қатты түңілдім. Ауруханадан шыға сала үйге барып, мені бөлек пәтерге орналастырыңыздар дедім. Алайда ата-енем оған келіспеді. Бар айтатындары, немеремізді сағынамыз. Күндердің күнінде сол оқиғадан соң тағы да аяғымның ауырлағанын білдім. Бұлай қашанға дейін жалғаса беретінін бірақ білмедім. Нұрболаттың денсаулығы қалпына келе бастаған екен. Оған қатты қуандым. Бірақ бір жағдай көңілімді түсірді. Күндегідей үйде жүрдім. Баламды балабақшаға апарып әкеліп, ал жұмыстан шығып кеттім. Өйткені мұндай жағдайда әрең жұмыс жасап жүрдім. Енді миымды шаршатқым келмейді. Тек баламды ойлаумен болдым. Бәріміз түскі ас ішіп отырдық. Атам Болатқа өзі жеке барып тамағын беріп келетін. Болат қыз баласын көрсе, жалпы әйел адамды көрсе болды, өзін ұстай алмайтын халге жеткен. Тіпті үйден қашып, қыз қырқын іздеп кетеді. Бір қыздың обалына қалмасын деп, кейде оны арқандап тастаймыз. Балама тамақ беріп отырған, мен ойымда ештеңе жоқ, енеме шай құйып беріп отырдым. Кенет атам айғайлап, Болат қашып бара жатыр, тығылыңдар деді. Одан тіпті баламды қорқып қалған. Енемнің жанына баламды қосып, басқа бөлмеге кіргізіп, өзім далаға қашпақшы болдым. Бірақ мені ұстап алды. Ұстап алды да әбден ұрды, тіпті тепкіледі. Сол жағдайдан соң ішімдегі баламнан айырылып қалдым. Атам Болатты қанша ажыратқысы келгенмен ол тоқтамады. Сол жағдайдан соң Болатты психбольницаға жатқызып қойды. Ал мен балам екеуміздің болашағымыз жарқын болуы үшін кетіп қалдым. Пәтер тапқанша төркінде біраз жаттым. Нұрболатпен де әр кез хабарласып жүрдім. Алаңсыз балам мен сыртта ойнап жүрміз. Ал анам мен әкем үй жанындағы шағын егістіктегі қызанақтарын теріп жатыр. Үйге бір көлік келді. Сыртқы дарбазаны ашты. Қарап отырмын. Жүрегім бір түрлі болып тұр. Қарсы алдымда Нұрболат тұр. Сенсем бұйырмасын, иә. Ата-анам да жанына келіп. Иә балам, кім керек еді? Сәлеметсіздер ме? Мен қыздарыңыздың қолын сұрауға келдім. Ата-анам аң-таң. Айналайын, сенің де бір кемістігің болып жүрмесін. Кете ғой, деді анам. Мен болсам қуанғаннан, мама, папа, бұл жігітпен мен мектеп кезінен бері жүргенмін. Әлі де сөйлесіп тұрамыз. Ол мені күтті. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Басында таңырқап, біртүрлі болған ата-анам кейін келісімдерін берді. Көп ұзамай ақ келін атандым. Нұрболаттың үй іші мені бұрыннан таниды.
өте жақсы кісілер. Баламмен мені қабылдады, қатты қуаныштымын. Бақыт дегенді енді сезініп жатырмын. Алла қаласа, болашағымыз әлі алда деген сенімім мол. Менімен бірге болып әңгімені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.